Римлілерге жазылған қат. 1 бап. Иса Масихтің құлы болған, елшілікке шақырылып, Құдайдың қош хабарын жариялау үшін таңланған мен Павелден сәлем. Осы қош хабарды Құдай өз пайғамбарлары арқалы мұхаддес жазуларда әуелден уәде еткен еді. Бұл қош хабар Құдайдың ұлы хақында болып, ол адам сипатында Дауыттың ұрпағынан туылды. Һәм оның мұхаддес рух тарапынан өлімнен қайта тірілуі арқалы Құдайдың ұлы екені құдіретпенен дәлелденді. Құдайдың ұлы бұл иеміз Иса Масих. Масихтың аты үшін һәм миллетлерден болған адамлар сенсін, һәм сөзге бойсынсын деп, ол арқалы біздер Құдайдың мейіріміне һәм елшілік қызметіне ие болдық. Иса Масихқа тиесілі болу үшін таңланған сіздер де осы әр түрлі миллетлерденсіз. Құдай сүйіп, өз мұхаддеслері болуға шақырған. Римдегі сіздердің һәммеңізге әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих мейірім һәм тынышлық берсін. Алдыменен сеніміңіздің даңқы бүткіл дүнияға жайылғаны себеплі, сіздердің һәммеңіз үшін Иса Масих арқалы Құдайыма шүкірлік білдіремін. Олының қош хабарын жариялауда шын кеулім менен мен қызмет етіп атырған Құдайдың өзі дуа еткенімде, сіздерді өзліксіз тілге алып атырғаныма гуа. Және де, енді сіздерге баруым үшін Құдайдың қалеуі менен жол ашылуын да тынбастан сорап атырман. Өйткені сеніміңіздің беккен болуы үшін сіздерге бір рухи сыйды жеткерейін деп, мен сіздерді қатты көргім келіп атыр. Яғни, араңызда болғанымда бір-біріміздің сенімімізден жігерленсек екен деймін. Туысқанларым, басқа миллетлер арасында болғаны сияқлы, сіздердің араңызда да менің істерімнің жемісі болуы үшін жаныңызға келуді көп мәртебе мақсат етсем де, бірақ әзірге дейін тосқынлықларға дұс келгенімнен бейхабар қалуыңызды қалемеймін. Менің парызым һәммеге, греклерге һәм грек емеслерге, білімлі һәм білімсіз адамларға қош хабарды жариялаудан ібарат. Сондықтан қолымнан келгенше Римде болған сіздерге де қош хабарды жариялауға таярмын. Себебі мен қош хабардан арланбаймын. Қош хабар сенген әр бір адамды, біріншіден яһудилерді, соңынан яһуди емеслерді құтқара алатұғын Құдайдың күші. Құдайдың адамды ақлайтұғыны қош хабарда ашық көрсетілген. Ақлану сенім арқалы басланып, сенімді беккемлеп барады. Мұхаддес жазуда айтылғандай, ақланған адам сенімі менен жасайды. Хақиқатқа өз нақақлығы менен бөгет болатұғын адамлардың барлық құдайсыз һәм нақақ іслеріне аспаннан Құдайдың ғазебі төгіледі. Өйткені Құдай хақында білуге мүмкін болған нәрселер оларға белгілі. Құдайдың өзі оларға ұсларды мәлім еткен. Дүния жаратылғаннан бері Құдайдың көзге көрінбейтұғын қасиетлері, яғни шексіз құдіреті һәм құдайлығы, ол жаратқан барлықтан сезіледі һәм ашық көрінеді. Солай етіп, олар өздерін ақлай алмайды. Олар Құдайды білсе де, оны Құдай деп ұлыламады, һәм оған шүкірлік білдірмеді. Керісінше, олардың ой қияллары бос болып, ақылсыз кеуілерін қараңғылық қаплады. Өздерін ақылымыз деп санап, ақмақ болып шықты. Мәңгі тірі Құдайдың ұлылығын басында өлім бар адамның, құслардың, 4 аяқлы хайуанлардың һәм жер бауырлаушылардың көрінісіндегі бұтларға алмастырды. Сол себептен Құдай оларды жүреклеріндегі харам қалеулеріне һәм бұзықшылыққа тапсырып, бір-бірінің денесін ыпласлауына тосқынлық жасамады. Олар Құдайдың хақиқатын жалғанға алмастырды. Жаратқанға емес, ал жаратылған нәрсеге сыйынып, оған қызмет етті. Ал Құдай шексіз алғыс мақтауларға лайықлы. Аумин. Сондықтан Құдай оларды ұятсыз қалеулеріне тапсырды. Хәтте хаяллар да ер адам менен табиғи жынысы қатынасты қойып, өз ара табиғи емес қатынас жасады. Сол сияқлы
Yer adamlar da hayal menen tabiği jınысы katnasты koyup, bir-birini buzuq havespini antıqdı. Erkekler menen uyatsız is hareketler islep, öz buzuqçılığına layık жазасын aldı. Құдайды білуді қалемегенліктен, Құдай да оларды бұзық ой сезімлеріне һәм іслеуге болмайтығын іс әрекетлерді іслеуге тапсырды. Олардың кеуілері әр түрлі нақақлыққа, жауызлыққа, нәпсіқаулыққа, жаманлыққа, күншіллікке, қанқорлыққа, жәнжелкешлікке, хейлекерлікке һәм жаман ниетке толы. Олар және өсекші, жалақор, Құдайды жек көруші, қорлаушы, менмен, мақтаншақ, жаманлық іслеуге шебер, ата-анасының сөзін тыңламайтұғын, ақылсыз, опасыз, жауыз һәм рехімсіз адамлар. Бұндай іслерді іслеушілер өлімге лайық. Деген Құдайдың әділ хүкімін олар білсе де, бұл іслерді тек өздері ғана іслеп қоймай, ал осы іслерді іслеушілерді де қоллап қуатлайды. Римлілерге жазылған қат. 2 бап. Ал сен, басқа біреуді хүкім етуші, хей адам, өзіңнің кім болуыңа қарамастан ақлана алмайсың. Сен басқа біреуді хүкім етіп тұрып, өзіңді де хүкім етесің. Себебі сен, хей хүкім етуші адам, өзіңде сондай іслерді іслейсен ғо. Сол іслерді іслеушілерді Құдай әділлік пенен хүкім ететұғынын біздер білеміз. Сондай нәрселерді іслеушілерді хүкім еткен. Бірақ өзі де солай іслеуші. Әй адам, сен Құдайдың хүкімінен қашып құтыламан деп ойлайсаң ба? Я болмаса, Құдайдың кең пейіллілігінің сені тәубеге алып келетұғынын білмей, оның шексіз кең пейіллілігін, сабырлылығын һәм шыдамлылығын пісент етпейсең бе? Сен өзіңнің өжетлігің һәм тәубеге келмейтұғын жүрегің себеплі, Құдайдың әділ хүкімі шығарылатұғын ғазеп күні үшін өзіңе қарсы ғазеп топламақтасаң. Құдай әр бір адамға іслеген ісіне лайық қайтарады. Үзліксіз жақсылық іслеп, даңқ, hürmet hem мәңгілікті ізлегенлерге Құдай мәңгілік өмір береді. Ал менмен болып, хақиқатқа бойсынбай, нахақ жолдан жүрушілердің үстіне болса, ғазеп һәм қаһәрін төгеді. Жамаллық іслеуші әр бір адамға алды менен Яхудиге, соңынан Яхуди емес адамға Құдай қиыншылық һәм қайғы жібереді. Керісінше, жақсылық іслеуші әр бір адамға алды менен Яхудиге, соңынан Яхуди емес адамға ол даңқ, hürmet һәм тынышлық береді. Өйткені Құдай адамларды айырмайды. Мұқаддес низамды білмей гүнә іслеген һәмме адамлар мұқаддес низамға ие болмай набыт болады. Ал мұқаддес низамды біліп тұрып гүнә іслеген һәмме адамлар мұқаддес низам бойынша хүкім етіледі. Себебі Құдайдың алдында мұқаддес низамды есіткелер емес, ал оны орынлайтұғылар ақланады. Мұқаддес низамға ие емес басқа миллетлер хүждан низамы бойынша бұл мұқаддес низамға лайықлы іслерді іслесе, олар мұқаддес низамға ие болмай тұра, өздері үшін өздері низам. Солай етіп, олар мұқаддес низамның бұйрықларының жүректерінде жазылғанын көрсетеді. Бұл хақында олардың хүжданы гуалық береді. Һәм ойлары да оларды біресе айыплап, біресе ақлайды. Мен жариялап атырған хош хабар бойынша Құдай Иса Масих арқалы адамлардың жасырын ой қиялларын хүкім ететұғын күні ұсылай болады. Мінекей, сен өзіңді Яхудимен деп, мұқаддес низамға сүйенесің, һәм Құдай менен айрықша қатынастаман деп мақтанасаң. Сен Құдайдың еркін білесің, һәм мұқаддес низамнан тәлім алғаның себеплі, ненің дұрыс, ямаса ненің надұрыс екенлігін айыра аласаң.
muqaddes nizamdan to'liq bilim olganing ham haqiqatning negizin bilgening sebeple o'zingni so'xirlarning yo'l boshchisi, qarang'ilikda bo'lganlarning nuri, aqlsiz adamlarning tarbiyachisi ham gödeklerдің ustazı deb hesaplaysan. Olay bolsa, başqa birovga ta'lim berib turib, o'zingga nega ta'lim bermaysan? Urliq islemewdi jariyalab, o'zing nega urliq islaysan? Buzuqchilik isleme deb, o'zing nega buzuqchilik islaysan? Bulutlardan jerkenib, nega butlarning ibodatxonalarini tonaysan? Muqaddes nizam bilan maqtanasan. Biroq onu buzib, nega Xudayni hurmat etmaysan? O'tkeni былай deb yozilgan. Sizler sebepli başka milletler arasında Xudayning atına til tiyedi. Eğer muqaddes nizamды orlasan, sünnettin paydası var. Biroq sen sünnetli bolup turib, muqaddes nizamды buzsan, onda sünnetlenbegen başka millet adamından senin hiç yerin artık emes. Solay yetip, sünnetsiz bolganlar muqaddes nizamның talaplarını orlasa, onda olar Xuday tarafının sünnetliler, yağni özünün qalqı deb hesaplanbay mı? Denesinin yeti kesilip, sünnet yetilmegen, biroq muqaddes nizamды orlaytığın adam жазылған muqaddes nizamga hem sünnetke iye bolup turib, muqaddes nizamды buzuvchi sen Yahudiydi ayıplamaz pa eken? Sebebi tek sırtqı belgileri menen Yahudi bolgan adam haqiqiy Yahudi emas. Hem denesinin yeti kesilip sünnet yetilүү de haqiqiy sünnet yetilүү emas. Al ishki dünyası menen Yahudi bolgan adam gana haqiqiy Yahudi. Jane de haqiqiy sünnet bul жазылған muqaddes nizam boyunca islengen sünnet emas. Al muqaddes ruh tarafından islengen yürektin sünneti. Osunday sünnetke iye bolgan adam adamlardın emas, al Xudayдың maqtavын alады. Римлилерге жазылған қат. 3-ші бап. Олай болса, Yahudi болудың қандайда бір артықмашылығы бар ма? Я болмаса, сүннетленудің пайдасы бар ма? Әлбетте бар. Yahudi болу her тареплеме артықмашылыққа ие. Өйткені ең алды менен Xudayдың сөздері оларға сеніп тапсырылған. Егер олардың айрымлары Xudayдың сөздеріне садықсыз болып шыққан болса не болыпты? Олардың садықсызлығы Xudayдың садықлығын бекарлай ала ма? Еш қашан. Әмме адамлар өтірікші болса да, Xuday haq. Себебі muqaddes жазуда Xuday haqqında былай делінген. Hak екеніңді сөздерің менен көрсетесің. Seni ayıplaganda жеңіске ерсесің. Biroq bizlerдің nahaqlığımız Xudayдың haqlığын aşıp көрсетсе, onda ne deyimiz? Xuday bizlerді ғазеппенен жазаласа, әділсіз болғаны ма? Мен бұларды адамлардың ойы бойынша айтып атырман. Еш қашан. Егер Xuday әділсіз болса, ол дүнияны hüküm ете алар ма еді? Дегенменен айрымлар былай деп сорау қоюым мүмкін. Егер менің нахақлығым Xudayдың хақлығының артып, оның ұлылануына қызмет етсе, сонда неге мен günahkar болып hüküm етілмектемен? Солай етіп, жақсылық шықсын деп, жаманлық істей берейік, дейік бе? Bazı adamlar bizlerге жала жауып, осындай сөздерді айтты демекте. Бұндай адамлар Xudayдың жазасына ылайықлы. Енді не деуге болады? Biz Yahudiler başka milletlerden artıqпыз ба? Әлбетте яқ. Өйткені 50 қашан дәлеллегенімдей, Yahudi de, başka millet adamı da, яғни her bir adam günahның beyligi астында. Muqaddes жазуларда айтылғандай, Hiçbir hak adam yok. Bir de biri yok. Sanalı hiçbiri yok. Xudaydı izleydiğin hiç kim yok. Hemme yoldan adaskan.
барлығы жарамсыз болған. Жақсылық істеуші ешкім жоқ, бірде-бірі жоқ. Олар сөзлері менен адамларды ашық көрге тығар, тіллері менен алдайды, ерінлерінде жылан зәһәрі, ауызлары толы нәлет қарғыс сөздерге, аяқлары шаққан қан төгуге. Олар қадем басқан жерге келер қиралу һәм бәле. Білмес олар тынышлық жолын, Құдайдан қорқу да жоқ кеуілдерінде. Мұқаддес низамда айтылғанлардың әммесі мұқаддес низам астында болғанларға айтылғанын білеміз. Солай етіп, әрбір тіл байланып, бүткіл дүния Құдайдың алдында есап береді. Сондықтан мұқаддес низамды орынлағаны арқалы ешбір адам Құдайдың алдында ақлана алмайды. Керісінше, мұқаддес низам арқалы адам өзінің күнәкар екенін біліп алады. Енді болса, Құдайдың адамды ақлайтығын әділігі мұқаддес низамға байланыслы болмай-ақ ашық көрсетілді. Тауратта, пайғамбарлардың жазулары да бұл хақында гуалық береді. Құдайдың әділігі адамларды олардың Иса Масихқа деген сенімі арқалы ақлайды. Бұны ол сенетұғын әрбір адам үшін істейді. Себебі адамлар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткені әмме күнә істеген һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Бірақ адамлар Құдайдың мейірімі менен Иса Масихтың қаны арқалы ешейін ақланады. Масихқа деген сенім менен оның қаны арқалы күнәлары кешірілсін деп, Құдай Масихты адамлар үшін құрбанлыққа бағышлады. Құдай бұл арқалы өз әділігін көрсетті. Себебі Құдай сабырлылық етіп, бұрыннан бері істелген күнәларды кешірді. Және де, әзіргі уақытта ол әділігін дәлелдеп, өзінің хақ екенін һәм Исаға сенген әрбір адамды ақлайтұғынын көрсетті. Енді біздер неменен мақтана аламыз? Еш нәрсеменен. Қандай жол менен ақлана аламыз? Мұқаддес низамды орынлау жолы менен бе? Яқ, сенім менен. Өйткені біздер адамның мұқаддес низамды орынлағаны арқалы емес, ал сенім менен ақланатұғынын мойынлаймыз. Расында да, Құдай тек яһудилердің Құдайы ма? Ол басқа миллетлердің де Құдайы емес пе? Әлбетте, ол басқа миллетлердің де Құдайы. Себебі сүннетлі яһудилерді де, сүннетсіз болған басқа миллетлерді де тек сенім менен ақлайтұғын Құдай жалғыз. Солай етіп, біздер, адамлар тек сенім менен ақланады деп, мұқаддес низамды бекарлаймыз ба? Яқ, керісінше, оны тастиқлаймыз. Римлілерге жазылған қат, 4-ші бап. Ал енді біздердің, яғни яһудилердің түп бабасы Ибраим хақында не дейміз? Ол неге ерісті? Егер ол істеген сауап істері себеплі ақланған болса, мақтануға хақысы болар еді. Бірақ Құдайдың алдында мақтана алмайды. Өйткені мұқаддес жазуда былай делінген. Ибраим Құдайға сенді, һәм сол себептен Құдай оны ақланған деп санады. Минет еткенге төленген хақы сый емес, ал іс хақы болып есапланады. Бірақ кімде-кім өзінің сауап істеріне емес, ал Құдайсыз адамды да ақлайтұғын Құдайға сенсе, ол сенімі себеплі ақланған болып есапланады. Мінекей, сауап істеріне қарамай, Құдай тарапынан ақланған деп есапланған адамның бақытлы екені хақында Дауд да былай деген. Нақақ істері кешіріліп, күнәлары жуылған адамлар қандай бақытлы. Құдай күнәсін есапқа алмайтұғын адам қандай бақытлы. Бұл бақыт тек сүннетлілер үшін берілген бе? Я болмаса, сүннетсізлер үшін да ма?
Bizler İbrahim өз сенімі себеплі ақланған деп саналды деген едік. Ол қашан ақланған деп саналды? Сүннетленгеннен кейін бе? Ямаса сүннетленбестен бұрын ба? Сүннетленгеннен кейін емес, ал сүннетленбестен бұрын. Сүннетленбесінен бұрын сенімі менен ақланғанының белгісі ретінде İbrahim сүннетлеу рәсімін қабыл етті. Солай етіп, ол сүннетсіз болған басқа миллет адамларының да ақланған болып есаплануы үшін сенетұғын ұсындай адамлардың әммесінің рухи бабасы болды. Бабамыз İbrahim сүннетлі яхудилердің де рухи бабасы. Бұл олардың тек сүннетленгені себеплі емес, ал İbrahim'да сүннетленбесінен алдын болған сенім менен жасағаны себеплі болды. Себебі мұхаддес низамды орынлағаны арқалы емес, ал сенімі арқалы ақлануы үшін Құдай İbrahimға һәм оның ұрпақларына дүнияның мирасхорлары болатығынын уәде етті. Егер адамлар мұхаддес низамды орынлауы арқалы мирасхор болатығын болса, онда сенім бикар һәм уәде де бос болар еді. Өйткені мұхаддес низам Құдайдың ғазебін келтіреді. Бірақ мұхаддес низам болмаған жерде низамды бұзу да жоқ. Осылай етіп, Құдайдың уәдесі тек сенім себеплі беріледі. Ол тек мұхаддес низамға ие болған яхуди сенушілеріне ғана емес, ал İbrahim'нің сеніміне ие болған басқа миллет сенушілеріне де, яғни İbrahim'нің бүткіл ұрпағына Құдайдың мейірімі бойынша беріледі. Мұхаддес жазуда Құдайдың İbrahim'ға сені көп миллетлердің бабасы қыламан деп айтқанындай, İbrahim өзі сенетұғын Құдайдың, яғни өлілерді тірілтетұғын һәм жоқтан бар пайда қылатұғын Құдайдың алдында һәммеміздің бабамыз. Еш үміті қалмаған уақытта да İbrahim үмітін үзбей Құдайға сенді. Сондықтан сенің ұрпағың есапсансыз болады деп Құдайдың оған айтқанындай, ол көп миллетлердің бабасы болды. Жасы 100-ге шамаласып, денесінде күш қалмағанын, һәм хаялы Сараның да құрсағына бала бүтпейтұғынын ол білсе де, сенімін азайтпады. Сенімсізлік етіп, Құдайдың уәдесі туралы екіленбеді. Керісінше, сенімі күшейіп, Құдайды алғыслады. Құдайдың өз уәдесін орындайтұғын күшке ие екеніне ол толық сенді. Әне, осы сенімі себеплі İbrahim ақланған деп саналды. Ақланған деп саналды деген сөздер тек İbrahim'ға емес, ал біздерге де тиісті етіп жазылған. Біздер де иеміз Исаны өлімнен тірілткен Құдайға деген сеніміміз бенен ақланған болып есапланамыз. Иеміз Иса күналарымыз үшін өлімге тапсырылып, Құдайдың алдында біздердің ақлануымыз үшін қайта тірілді. Римлілерге жазылған хат, 5 бап. Солай етіп, сенім менен ақланғанымыз себеплі, иеміз Иса Масих арқалы Құдай менен жарастық. Иса Масих арқалы Құдайдың мейіріміне сеніміміз бенен ие болып жасамақтамыз. Және де Құдайдың ұлылығына ерісуден үміт етіп қуанамыз. Біздер тек бұл себеплі емес, ал қиыншылықлар себеплі де қуанамыз. Себебі қиыншылықлардан сабырлылық, сабырлылықтан жақсы мінез құлық, жақсы мінез құлықтан үміт пайда болатұғынын білеміз. Сол үміт біздерді ұятқа қалдырмайды. Өйткені Құдай біздерге берген мұхаддес рухы арқалы жүректерімізді өз сүйіспеншілігіне толтырды. Ауа, өздерімізді ақлауға елек күшсіз болғанымызда, Масих белгіленген уақытта Құдайсыз болған біздер үшін өлді. Ешкім хақ адам үшін жанын өлімге қимайды. Әтте, өзіне қауендер болған адам үшін да жанын өлімге қиюды қалейтұғын адамлар аз. Бірақ
Bizler еле günahkar болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді. Біздерге деген сүйіспеншілігін Құдай ұсылай дәлелдеді. Сонлықтан енді Масихтың қаны арқалы ақланғанымыз себеплі, ол арқалы Құдайдың ғазебінен құтқарылатұғынымыз да анық. Себебі біздер Құдайдың дұшпаны болсақ та, оның ұлының өлімі арқалы Құдай менен жарастық. Енді Құдай менен жарасып, оның ұлының өмірі арқалы құтқарылатұғынымыз да анық. Және де, бұның менен шекленіп қоймай, біздерді енді Құдай менен жарастырған иеміз Иса Масих арқалы Құдай менен қатынаста болып қуанамыз. Дүнияға бір адам арқалы, яғни адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себеплі өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтұғын болды. Өйткені әмме күнә істеген еді. Мұқаддес низам берілместен бұрын да дүнияда адамлар күнә істейтұғын еді. Бірақ мұқаддес низам болмаған уақытта күнә деп есапланбады. Дегенменен адам атадан Мусаға дейін жасағанлар адам ата істеген сол күнәні істемеген болса да, өлім олардың үстінен хүкімдарлық етті. Ал адам ата келуі тиіс адамның, яғни Масихтың тымсалы. Бірақ олар арасында үлкен айырмашылық бар. Құдайдың сыйы адам атаның күнәсіне ұқсамайды. Себебі бір адамның күнәсі себеплі көп адамлар өлген болса да, Құдайдың мейірімі һәм басқа бір адамның, яғни Иса Масихтың мейірімі менен берілген сыйды көп адамлар мол-молақай етіп алды. Құдайдың сыйының нәтижесі менен бір адамның күнәсінің нәтижесі бірдей емес. Адам атаның күнәсінің ақыбеті хүкім етілуге алып келді. Бірақ Құдайдың сыйы себеплі көп күнәларымызға қарамастан біздерге ақлану келді. Бір адамның күнәсі себеплі сол адам арқалы бүткіл адамзат үстінен өлім билік еткен болса, енді тек бір адам, яғни Иса Масих арқалы Құдайдың мол мейірімін алып ақланғанлар үстінен өмір билік етеді. Солай етіп, бір адамның күнәсі себеплі бүткіл адамзат хүкім етілген болса, бір адамның хақ ісі себеплі бүткіл адамзат ақланып өмірге ерісті. Бір адамның бойсынбағаны себеплі көп адамлар күнәкар болып қалғанындай, бір адамның бойсынғаны себеплі көп адамлар ақланады. Адамлар өздерінің қаншелі күнәкар екенін білу үшін мұқаддес низам берілді. Бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барды. Солай етіп, күнә өлім арқалы билік еткендей, Құдайдың мейірімі де ақлауы арқалы билік етіп, иеміз Иса Масих себеплі мәңгілік өмірге ерістіреді. Римлілерге жазылған хат. 6 бап. Олай болса, не дейміз? Құдайдың мейірімі көбейсін деп, күнә істеуді дауам еттіре берейік бе? Ешқашан. Біздер күнә үшін өлгенбіз. Енді қалайынша күнә істеуді дауам еттіріп жасай аламыз. Біздер Масих Иса менен байланысқа ие болып, суға шомылдырылғанымызда, әммемізде оның өліміне шерік болып, суға шомылдырылғанымызды білмейсіздер ме? Масихқа сеніп, суға шомылдырылу арқалы, оның менен бірлікте өліп, көмілдік. Солай етіп, Құдай әкеміздің құдіреті менен Масих өлімнен қайта тіріліп, өмірге еріскендей, біздер де жаңа өмірге ерісеміз. Егер біздер Масихтың өліміне шерік болып, оның менен бірлескен болсақ, онда оның қайта тірілуіне де шерік болып, оның менен бірлесеміз. Күнәкар табиғатымыздың күшін жоқ қылып, ендігіден бұлай күнәға құл болмауымыз үшін, біздердің ескі күнәкар өзлігіміздің Масих пенен бірге атанақ ағашқа шегеленгенін білеміз. Өйткені өлген адам күнәнің билігінен азат. Егер біздер Масих пенен бірге өлген болсақ,
оның менен бірге жасайтығынымызға да сенеміз. Себебі Масихтың өлімнен тіріліп, қайтып өлмейтұғынын, һәм енді өлімнің оның үстінен хүкімдарлық ете алмайтұғынын біздер білеміз. Масих күнәні жоқ қылу үшін бірінші һәм соңғы мәрте өлді. Ал енді болса, ол Құдай үшін жасап атыр. Соллықтан сіздерді өздеріңізді күнә үшін өлі деп, ал Масих Иса менен қатынаста болып, Құдай үшін тірі деп есаплаңлар. Солай етіп, денеңіздің жаман қалеулеріне бойсынбауыңыз үшін, күнәнің өткінші денеңізді басқаруына жол қоймаңлар. Денеңіздің мүшелерін нахақлықтан құралы қылып, күнә істеуге тапсырмаңлар. Керісінше, өлімнен қайта тірілгендер сипатында өздеріңізді Құдайға бағышлаңлар. Денеңіздің мүшелерін де хақлықтың құралы қылып, Құдайға арнаңлар. Сонда күнә сіздердің үстіңізден хүкімдарлық етпейді. Өйткені сіздер низамның билігі астында емес, ал Құдайдың мейірімінің билігі астында жасайсыз. Олай болса, не дейік? Низамның билігі астында емес, ал Құдайдың мейірімінің билігі астында жасап атырғанымыз себеплі күнә үслей берейік пе? Ешқашан бойсынатұғын құллар сияқлы өздеріңізді кімнің билігіне тапсырып бойсынсаңыз, соның құлы болатұғыныңызды білмейсіздер ме? Сіздер я өлімге жетелеуші күнәнің, я ақлануға жетелеуші бойсынушылықтың құлы боласызлар. Бірақ Құдайға шүкір, бұрын күнәнің құлы болған сіздер енді өздеріңізге тапсырылған тәлиматқа шын жүректен бойсындыңлар. Һәм күнәнің билігінен азат болып, хақлықтың құллары болдыңлар. Түсінуіңізге аңсат болу үшін әпуайы сөздерменен айтып атырман. Бұрын денеңіздің мүшелерін ыпласлыққа һәм нахақ іслерді іслеу үшін нахақлыққа қол қылып бағышлайтұғын едіңіз. Ал енді мұқаддес болуыңыз үшін оларды хақлыққа қол қылып бағышлаңлар. Сіздер күнәнің құлы болғаныңызда хақлықтың билігінен азат едіңдер. Бұрын іслеген іслеріңізден әзір өздеріңізде ұяласыз. Сол уақытлары осы іслерден не арттырған едіңіз? Олардың ақыры өлім еді ғой. Бірақ енді болса, сіздер күнәнің билігінен азат етіліп, Құдайдың құллары болдыңлар. Сол себептен мұқаддеслікке ерісіп, ақырында мәңгілік өмір аласыз. Себебі күнәнің төлемі өлім. Ал Құдайдың сыйы иеміз Масих Иса арқалы берілетұғын мәңгілік өмір. Римлілерге жазылған хат, 7 бап. Әй, мұқаддес низамды білуші туысқанларым, мен сіздерге қарата айтып атырман. Мұқаддес низамның адам үстінен тек тірі уақытында ғана билік жүргізетұғынын білмейсіздер ме? Мысалы, күйеуі бар хаял, күйеуінің көзінің тірісінде оған низам бойынша байланған болады. Бірақ күйеуі қайтыс болса, хаял неке низамнан азат болады. Солай етіп, хаял күйеуінің көзінің тірісінде басқа бір еркекпенен жасаса, неке адаллығын бұзған болып есапланады. Бірақ күйеуі өлсе, хаял низам бойынша азат болады. Ол басқа бір еркекке тұрмысқа шықса да, неке адаллығын бұзған болмайды. Сол сияқлы, туысқанларым, сіздер де басқаға, яғни өлімнен қайта тірілген Масихқа тиесілі болуыңыз үшін, Масихтың денесінің атанақ ағашта өлгені арқалы мұқаддес низам алдында өлгенсіз. Бұл һәммеңіздің Құдайға қызмет етіп, жеміс беруіміз үшін болды. Өйткені бұрын біздер күнәкар табиатымызға бойсынып жасағанымызда, мұқаддес низам себеплі пайда болған күнәкар қалеулер денеміздің мүшелерінде әрекет ететұғын еді. Соның нәтижесінде біздер өлімге жетелеуші жеміслер беретұғын едік. Енді болса,
Bizler burun özlerimizді байлап қойған мұқаддес низам үшін өліп, мұқаддес низамнан азат болдық. Солай етіп, жазылған мұқаддес низам бойынша басқарылатұғын ескі жол менен емес, ал мұқаддес рух басқаратұғын жаңа жол менен Құдайға қызмет етпектеміз. Олай болса, не дейік? Мұқаддес низам жаман болғаны ма? Еш қашан. Бірақ, егер мұқаддес низам болмағанда, мен күнәнің не екенін білмеген болар едім. Егер мұқаддес низам Басқа біреудің нәрсесін күсеме. демегенде, мен күсеудің күнә екенін білмеген болар едім. Дегенменен, күнә ұсы бұйрықтан пайдаланып, менде әр түрлі күсеулерді пайда етті. Себебі мұқаддес низам болмаса, күнә өлі болады. Мен бір уақытлары мұқаддес низамды білмей жасағанымда тірі едім. Бірақ, Құдайдың бұйрықларын білгенімнен соң, менде күнә тіріліп, әрекет ете баслады. Ал мен өлдім. Солай етіп, өмірге ие болу үшін берілген бұл бұйрықлар менің өліміме себепші болды. Өйткені күнә бұйрықтан пайдаланып, мені алдады, һәм осы бұйрық арқалы мені өлтірді. Солай болса да, мұқаддес низам мұқаддес, Құдайдың бұйрықлары да мұқаддес, хақ һәм жақсы. Солай екен, жақсы нәрсе маған өлім алып келді ме? Еш қашан. Күнә маған жақсы нәрсе арқалы өлім алып келді. Бұл күнәнің күнә болып ашық білінуі үшін болды. Солай етіп, бұйрық арқалы күнәнің қаншелі жаман екені белгілі болады. Біздер мұқаддес низамның Құдайдан келгенін білеміз. Ал мен күнәға құл болып сатылған өткінші денеге ие адамман. Мен не істеп атырғанымды өзім түсінбеймін. Себебі мен қалеген нәрсемді емес, ал жек көретұғын нәрсемді істеймін. Егер мен қалемеген нәрсемді істеп атырғанымда ісімнің жаман екенін мойынласам, онда мұқаддес низамның жақсы екенін мақұллаған боламын. Олай болса, бұл істі менің өзім емес, ал ішімде жасайтұғын күнә істеп атырған болады. Менің ішімде, яғни күнәкар табиатымда ешбір жақсы нәрсенің жоқ екенін білемен. Ішімде жақсылық істеуге қалеу болса да, күшім жетпейді. Өйткені өзім істеуді қалейтұғын жақсы істі емес, ал керісінше, істеуді қалемейтұғын жаман істі істеймін. Егер мен өзім қалемейтұғын нәрсені істесем, онда оны менің өзім емес, ал ішімде жасайтұғын күнә істеген болады. Солай етіп, мен өзімде мынадай низамның бар екенін білдім. Мен жақсы нәрсені істеуді қалегенімде, ішімдегі жаманлық әрекет етуге таяр тұрады. Мен рухым менен Құдайдың низамын қуанышлы түрде мақұллаймын. Бірақ, денемнің мүшелерінде басқа бір низамды байқаймын. Ол менің сана сезімімнің низамына қарсы ұрысып, мені денемнің мүшелеріндегі күнә низамына тұтқын етеді. Уақ, сорлы басым! Өлімге жетелеуші бұл денеден мені кім құтқарады? Иеміз Иса Масих арқалы тек жалғыз Құдай ғана құтқарады. Құдайға шүкірлер болсын. Солай етіп, мен өз сана сезімім менен Құдайдың низамына, ал күнәкар табиатым менен күнәнің низамына қызмет етіп атырман. Римлілерге жазылған хат, 8 бап. Солай етіп, Масих Исаға тиесілі болғанларға қарсы енді ешқандай хүкім жоқ. Себебі Масих Иса арқалы өмір беретұғын мұқаддес рухтың низамы мені күнәнің һәм өлімнің низамынан азат қылды. Адамның күнәкар табиаты күшсіз болғанлықтан, адам мұқаддес низамды толық орындай алмады. Сондықтан мұқаддес низам адамды құтқара алмады. Бірақ оны Құдайдың өзі құтқарды. Құдай өз ұлын адам денесінде бұл дүнияға жіберіп, оны күнәлар үшін
төленетігін құрбанлық қылып бағышлады. Һәм біздердің күнәларымыз жүкленген өз ұлының денесін hüküm етті. Солай етіп, Құдай бұны күнәкар табиатымыздың емес, ал мұқаддес рухтың жетелеуі менен, жүретұғын біздердің өмірімізде мұқаддес низамның әділ талаплары орынлансын деп іследі. Өйткені күнәкар табиатының жетелеуі менен жүретұғынлар өз күнәкар табиатының қалейтұғын нәрселерін ойлайды. Ал мұқаддес рухтың жетелеуі менен жүретұғынлар мұқаддес рухтың қалейтұғын нәрселерін ойлайды. Күнәкар табиат басқаратұғын ой пікірлер өлімге, ал мұқаддес рух басқаратұғын ой пікірлер өмірге һәм тынышлыққа ерістіреді. Себебі күнәкар табиат басқаратұғын ой пікірге ие адам Құдайға дұшпан. Ол Құдайдың низамына бойсынбайды, һәм бойсына алмайды да. Кім күнәкар табиатының жетелеуі менен жүрсе, ол Құдайға ұнай алмайды. Бірақ ішіңізде Құдайдың рухы жасап атырған болса, онда сізлерді күнәкар табиатыңыз емес, ал мұқаддес рух басқарып атырған болады. Кім Масихтың рухына ие болмаса, ол Масихқа тиеслі емес. Ал егер ішіңізде Масих жасап атырған болса, денеңіз күнә себеплі өлетұғын болса да, рухыңыз ақланғаныңыз себеплі тірі болады. Исаны өлімнен қайта тірілткен Құдайдың рухы ішіңізде жасап атырған болса, онда Масих Исаны өлімнен қайта тірілткен Құдай ішіңізде жасап атырған өз рухы арқалы өлетұғын денеңізді де тірілтеді. Солай етіп, туысқанларым, біздер күнәкар табиатымызға бойсынып, оның жетелеуі менен жүруге парызлы емеспіз. Өйткені егер күнәкар табиатыңыздың жетелеуі менен жүрсеңіз, өлесіз. Ал күнәкар табиатыңыздың жаман іслерінен мұқаддес рухтың күші менен толық уаз кешсеңіз, жасайсыз. Құдайдың рухы менен басқарылатығынлардың әммесі Құдайдың балалары. Себебі сіздер өздеріңізді және құл етіп, қорқыныш беретұғын рухты емес, ал Құдайдың баласы қылған мұқаддес рухты қабыл еттіңіз. Осы рух арқалы Құдайды әке жаным деп шақырасыз. Мұқаддес рухтың өзі біздердің рухымыз бенен бірлікте Құдайдың балалары екенлігіміз хақында гуалық береді. Егер біздер Құдайдың балалары болсақ, онда мирасқа ие боламыз. Масих менен бірге ұлылану үшін, оның менен бірге азап шексек, онда біздер Масих менен бірге мирасқа шерік болған Құдайдың мирасқорларымыз. Менің ойымша, әзіргі қиыншылықлар келешекте біздерге берілетұғын ұлылыққа салыстырғанда еш нәрсе емес. Соның менен бірге бүткіл жаратылыс Құдайдың өз балаларын ашық көрсететұғын күнді інтизарлық пенен күтпекте. Өйткені бүткіл жаратылыс бұл өткінші өмірге тұтқын етілген. Бұл олардың өздерінің еркі менен емес, ал тұтқын қылған Құдайдың еркі менен болған. Олар өздерінің бұл набыт қылушы құллықтан құтқарылатығынан һәм Құдайдың балаларының ұлы азатлыққа ерсетығынан үміт етеді. Біздерге мәлім, бүткіл жаратылыс әзірге дейін бірлікте толғақ азабын шеккендей азап шегіп нала етпекте. Тек жаратылыс емес, ал Құдайдың бірінші сыйы болған мұқаддес рухты алған біздер де перзент болып асырап алынуды, яғни денеміздің құтқарылуын інтизарлық пенен күтіп, ішімізден нала етпектеміз. Себебі біздер құтқарылғанымыз себеплі үмітке иеміз. Егер біздер өздеріміз үміт ететұғын нәрсені көріп тұрған болсақ, онда ол үміт емес. Көзге көрініп тұрған нәрсені кім үміт етеді? Бірақ еле көрмегенімізге үміт етсек, оны сабырлық пенен күтеміз. Соның менен бірге мұқаддес рух та хәлсіз болған біздерге жәрдем береді. Өйткені біздер қалай дуа ету керектігін білмейміз. Бірақ мұқаддес рухтың өзі сөз бенен айтып жеткізе алмайтұғын нала шегіп,
bizler ушun Kudaydan өтініш етеді. Адамлардың кеуілерінде не бар екенін білуші Құдай мұқаддес рухтың ой пікірлерін біледі. Себебі мұқаддес рух сенушілер үшін Құдайдың еркі бойынша өтініш етеді. Құдай өзін сүйетіғынларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғанларға, әмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретіғынын білеміз. Өйткені Құдай өзі бұрыннан таңланған адамларының олына ұқсауы үшін оларды алдын ала белгіледі. Солай етіп, Құдай өз ұлының көп туысқанлар арасында тұңғыш болуы үшін ұсылай істеді. Құдай өзі алдын ала белгіленген адамларын шақырды. Шақырған адамларын ақлады, ал ақлаған адамларын ұлылыққа ерістірді. Олай болса, бұған не дейміз? Егер Құдай біздерді жақласа, біздерге кім қарсы тұра алады? Құдай хәтте өз ұлын да аямай, оны біздердің әммеміз үшін құрбанлық қылып бағышлаған болса, оның менен бірлікте біздерге әмме нәрсені бермес пе екен? Құдайдың таңлап алған адамлары болған біздерді кім айыплай алады? Құдайдың өзі біздерді ақлайды ғой. Кім біздерді хүкім ете алады? Ешкім. Себебі өліп, өлімнен қайта тірілген Масих Иса Құдайдың оң жағында тұрып, біздер үшін өтінбекте. Масихтың сүйіспеншілігінен біздерді кім айыра алады? Ешкім. Қиыншылық та, қайғы да, қудалау да, ашлық та, жалаңашлық та, қауіп те, қылыш та айыра алмайды. Мұқаддес жазуда айтылғандай: Bizler senin үшін her күні өлтірілмектеміз. Біздерді шалынатығын қойлар деп есептейді. Бірақ бұлардың әммесінің үстінен біздерді сүйетіғын Масих себеплі үлкен жеңіске ерсеміз. Өйткені мен сенемен, өлім де, өмір де, періштелер де, әкімшіліклер де, әзіргі һәм келешек заманда күшлер де, бәлентілік де, тереңлік те, ұлыма жаратылған ешбір нәрсе Құдайдың біздерге иеміз Масих Иса арқалы берген сүйіспеншілігінен біздерді айыра алмайды. Римлілерге жазылған хат 9 бап. Масихқа тиесілі адам сыпатында хақиқатын айтып атырман. Өтірік сөйлеп тұрғаным жоқ. Мұқаддес рухқа бойсынатығын хүжданым да бұған гуә. Жүрегімде үлкен бір қайғым һәм таусылмас бір дәртім бар. Қанымыз бір болған туысқанларым, яғни Израилылардың құтқарылуы үшін менің Құдайдың қарғысына ұшырап, Масихтан алысылатылуым керек болса, мен қайыл болар едім. Құдай оларды балалары қылып асырап алған. Оларға өз ұлылығын беріп, олар менен келісім дүзген. Оларға мұқаддес низамын һәм Құдайға қызмет ету қағидаларын тапсырып, уәделерін де берген. Олар ұлы ата-бабаларымыздың ұрпақлары һәм Масих та адам денесінде олардың ұрпағынан келіп шыққан. Масих һәм менің үстінен хүкімдар болған. Шексіз алғыс мақтауларға лайық Құдайдың өзі. Аумин. Мен Құдайдың сөзі орынланбады демекші емеспен. Себебі Израилдің ұрпағы болғанлардың әммесі де хақиқи Израиллар емес. Және де Ибраимның ұрпағынан болғанлардың әммесі де Ибраимның хақиқи балалары емес. Құдай Ибраимға: Балаң сақтан туылғанларды ғана сенің хақиқи ұрпақларың деп есептеймін деген еді. Демек, Ибраимның ұрпағынан болғанлардың әммесі де Құдайдың балалары емес. Ал Құдайдың Ибраимға берген уәдесі бойынша туылғанлар ғана Ибраимның хақиқи ұрпақлары болып есепланады. Өйткені Құдайдың Ибраимға берген уәдесі мынадай еді: келесі жылы ұсындай уақытта келгенімде Сара ұлы болады. Соның менен бірге Ребекка да бабамыз Исақтан әмнедар болып, егіз ұлларды туды. Бірақ бұл балалар туылмастан алдын һәм
олар еле жақсы, ямаса жаман бір нәрсе істеместен бұрын Құдай Ребеккаға үлкені кішкенесіне қызмет етеді деген еді. Солай етіп, Құдай осы екі баладан біреуін таңлап алғанда, оны іслеріне қарап емес, ал белгілеген жобасының іске асуы үшін өз еркіменен таңлап алды. Хәтте Құдай мұқаддес жазуда Яқыпты сүйдім, ал Исапты жек көрдім деген. Олай болса, не дейміз? Құдай әділсіз болғаны ма? Еш қашан. Себебі Құдай Мусаға былай деген: кімге мейірім шапағатымды беруді қаласам, соған мейірім шапағатымды беремен. Кімге рехім етуді қаласам, соған рехім етемен. Солай етіп, таңлану адамның қалеуіне, ямаса тырысуына емес, ал Құдайдың мейірім шапағатіне байланыслы. Өйткені Құдай мұқаддес жазуда фараонға былай деген: Құдіретімді сен арқалы көрсету үшін, атым бүткіл жер жүзіне жариялану үшін сені мәртебелі қылдым. Солай етіп, Құдай қалеген адамына мейірім шапағатын береді, һәм қалеген адамын тасбауыр қылады. Енді сен менен, егер Құдай ұслай істесе, ол неге адамды айыплайды? Оның еркіне кім қарсы тұра алады? Деп сұрауың мүмкін. Бірақ, хей адам, Құдайға қарсылық көрсететұғындай сен кімсен? Дөретілген нәрсе өзін дөреткенге, мені неге бұндай қылып дөреттің? Дей ме? Я болмаса, гүлалшы бір ылайдан екі ыдыс соққанда, біреуін қымбатлы іс үшін қолланылатығын ыдыс, ал екіншісін әпуайы іс үшін қолланылатығын ыдыс қылып соғуға хақылы емес пе? Құдай да осылай іс тұтады. Ол набыт қылынуға, һәм өзінің ғазебіне ұшырауға лайықлы адамларға ғазебін төгіп, күшін көрсетуді қалесе де, оларға үлкен сабырлылық көрсетті. Және де, Құдай мәртебеге ерістіру үшін, өзі алдын ала таярлап қойған адамларына рехмін беріп, өзінің шексіз ұлылығын көрсетті. Тек яһудилер арасынан емес, ал басқа миллетлер арасынан да Құдай таңлаған осы адамлар біздерміз. Осия пайғамбардың кітабында Құдай былай деген: Халқым болмаған халықты халқым деп, сүймегенімді сүйіклім деп атайман. Сізлер менің халқым емессіз деген жерде тірі Құдайдың балалары деп аталасыз. Ишая пайғамбар да Израил туралы бәлент дауыспенен былай дейді: Израил халқының саны теңіз құмындай көп болса да, олардан тек аз ғанасы құтқарылады. Себебі иеміз шығарған үкімін жер жүзінде тез һәм толық әмелге асырады. Ишая пайғамбардың болжап айтқанындай, егер құдіретлі иеміз біздерден нәсіл қалдырмағанда, біздер Содом қаласы сияқлы болып, Гомора қаласына ұқсап қалар едік. олай болса, не дейміз? Құдай алдында ақлануға тырыспаған басқа миллет адамлары өз сенімі арқалы ақланды. Ал мұқаддес низамды орынлауы арқалы ақлануға тырысқан Израил халқы мұқаддес низамды орынлауы арқалы ақлана алмады. Не үшін? Өйткені олар ақлануға сенімі арқалы емес, ал сауап іслері арқалы ерісуге тырысты. Сондықтан олар сүрніктіретұғын тасқа сүрнігіп құлады. Мұқаддес жазуда: Мінекей, мен Иерусалимде бір тасты сүрніктіретұғын һәм құлататұғын жар тасты орнатаман. Бірақ оған сенген адам ұятқа қалмайды. делінген. Римлілерге жазылған хат. 10 бап. Туысқанларым, менің жүрегімдегі арманым һәм Құдайдан жалбарынатұғын тілегім
бұл қалқын болған Израиллардың құтқарылуы. Олардың Құдайға ынталы екеніне өзім гуаман. Бірақ бұл ынта хақиқи түсінікке тикарланбаған. Себебі олар Құдайдың ақлау жолын түсінбей, ақлануға мұқаддес низамды орлау арқалы ерсуге тырысып, Құдайдың ақлау жолын қабыл етпеді. Масих мұқаддес низамның талапларын толық орлағанлықтан, оған сенген әр бір адам Құдай алдында ақланады. Мұқаддес низамды орлау арқалы ақлану хақында Мұса мыналарды жазады. Мұқаддес низамдағы бұйрықларды орындаған адам олар арқалы жасайды. Ал сенім арқалы ақлану хақында мұқаддес жазуда былай делінген. Кеуліңде Масихті жерге түсіру үшін кім аспанға шығады? Ямаса Масихті өлімнен тірілту үшін кім түпсіз тұңғиыққа түседі деме. Бірақ мұқаддес жазу не демекте? Құдайдың сөзі саған жақын. Ол сенің аузыңда һәм жүрегіңде. Біздер жариялап атырған сенім хақында сөздер ұсылар болады. Егер сен Исаны ием деп аузың менен ашық тән алсаң, һәм Құдайдың оны өлімнен тірілткеніне шын жүректен сенсең, құтқарыласың. Өйткені адам шын жүректен сенгені арқалы ақланады, һәм сенімі хақында аузы менен ашық тән алғаны арқалы құтқарылады. Мұқаддес жазуда айтылғандай, оған сенген ешбір адам ұятқа қалмайды. Себебі Яхуди менен гректің арасында айырмашылық жоқ. Олардың әммесінің иесі бір. Ол өзін шақырғанлардың әммесіне сақи. Мұқаддес жазуда айтылғандай, Иеміздің атын айтып шақырған әр бір адам құтқарылады. Бірақ Құдайға сенбей тұрып, оны қалай шақыруға болады? Ол туралы естпей тұрып, оған қалай сенуге болады? Құдай хақында сөзді жариялаушы болмаса, қалай естуге болады? Сөзді жариялауға жіберілмесе, оны қалай жариялайды? Мұқаддес жазуда айтылғандай, Хош хабарды жариялаушылардың аяқлары қандай ажайып. Дегенменен хош хабарға Израиллардың әммесі де сене бермеді. Ишая пайғамбардың айтқанындай, Ием, біздер айтқан хабарға кім сенді? демек, сенім есту арқалы пайда болады. Ал есту Масих хақында сөздің жариялануы арқалы болады. Бірақ менің сұрайтұғыным мынау, Израиллар естпеді ме? Әлбетте, естті. Аспан денелерінің дауыслары бүткіл жер жүзіне, сөзлері дүнияның төрт мүйішіне жетіп барды. Мен және бір нәрсені сұрамақшыман. Израил түсінбеді ме? Дәслеп Мұса арқалы Құдай былай деген еді. Мен сіздерде халқым болмаған халық арқалы қызғаныш пайда етемен. Түсінігі аз болған халық арқалы ғазебіңізді келтіремен. Соңынан Ишая пайғамбар Құдайдың сөздерін батырлықпенен айтып, мені іздемегенлер тапты. Мені сұрамағанларға өзімді көрсеттім деген еді. Ал Израил халқы хақында Құдай былай дейді. Сөзімді тыңламайтұғын қайсар бір халыққа күні бойы құшағымды ашып тұрдым. Римлілерге жазылған хат, 11 бап. Олай болса, мен мына нәрсені сұрап атырман. Құдай өз халқынан жүз бұрды ма? Ешқашан. Мен де Ибраимның ұрпағынан, Бенамин ұруынан шыққан Израиллыман. Құдай өзі бұрыннан таңлаған халқынан жүз бұрмады. Мұқаддес жазудың Ильяс пайғамбар туралы жазылған жерінде не айтылғанын білмейсіздер ме? Ильяс Израил үстінен Құдайға шағым жасап, былай деген еді. Ием,
Олар сенің пайғамбарларыңды өлтірді. Саған құрбанлық шалынатығын жерлерді қиратты. Тек жалғыз мен ғана қалдым. Олар мені де өлтіруге әрекет етпекте. Оған Құдай не деп жауап берген еді? Балдың алдында тізе бүкпеген 7000 адамды мен өзім үшін ажыратып алдым. Сол сияқлы әзіргі уақытта да Израильлар арасында Құдайдың мейірімі менен таңланған аз ғана адамлар бар. Олар сауап істері себеплі емес, ал Құдайдың мейірімі менен таңлап алынды. Егер олар сауап істері себеплі таңлап алынғанда, мейірім болмас еді. Солай етіп, не жүз берді? Израиль халқының көпшілік бөлегі ізлеген нәрсесін таба алмады. Тек олардың арасынан таңлап алынғанлар ғана тапты. Ал қалғанларының жүреклері тас етілді. Мұхаддес жазуда айтылғандай: Құдай оларға өзінің сөзін түсінбеуі үшін бейпаруалық рухын берді. Сондықтан олар осы күнге дейін көздері болса да көрмейді, құлақлары болса да естпейді. Дауыд былай дейді: Олар дастархан басында отырғанда тұзаққа түсіп, қақпанға алынсын, һәм құлап жазалансын. Көзлерін қараңғылық басып, көрмей қалсын. Беллері ауырмандықтан мәңгіге бүгіліп қалсын. Олай болса, мен мынаны сорап атырман. Израильлар толық набыт болуы үшін сүрінікті ме? Ешқашан. Бірақ Израильлардың күналары себеплі Құдай басқа миллетлерге құтқарылу берді, һәм бұл арқалы оларда қызғаныш оятты. Егер Израильлардың күнә іслеп құлап қалғаны дүниядағы басқа миллетлерге байлық алып келіп, оларды байтса, онда бүткіл Израильлардың құтқарылуы дүниядағы басқа миллетлерге қаншелі көп байлық алып келеді. Басқа миллетлерден болған сіздерге айтып атырман. Басқа миллетлер үшін елші болып тайынланған мен өз қызметімді мәртебелі деп есаплайман. Осы қызметім арқалы миллетім бір болған туысқанларымда қызғаныш оянса һәм, олардың айрымлары болса да құтқарылса екен. Өйткені олардың Құдай тарапынан қабыл етілмегені дүниядағы басқа миллетлердің Құдай менен жарасуына себепші болған болса, онда олардың Құдай тарапынан қабыл етілуі дүниядағы басқа миллетлердің құтқарылып, өлімнен өмірге өтуіне себепші болмай ма? Егер қамырдың бірінші бөлегі Құдайға бағышланып, мұқаддес болса, онда бүткіл қамыр да мұқаддес болады. Егер теректің тамыры мұқаддес болса, онда шақалары да мұқаддес. Бірақ егер зәйтүн ағашының айрым шақалары, яғни яһудилердің айрымлары кесіліп тасланып, жабайы зәйтүн ағашының шақасы болған сен, яғни басқа миллет адамы олардың орнына жалғанып, ағаштың шірелі тамырынан нәр алсаң, кесілген шақалар алдында мақтанып кетпе. Егер мақтанып кетсең, ұмытпа, сен тамырға емес, ал тамыр саған нәр беріп тұрыпты. Сен, менің жалғануым үшін шақалар кесіліп тасланды, деуің мүмкін. Дұрыс, олар сенбегенліктен кесіліп тасланды. Ал сен, сенімің себеплі жалғанып тұрыпсаң. Сен мақтанба, ал қорқ. Себебі Құдай табиғи шақаларды аямаған болса, онда сені де аямайды. Солай етіп, сен Құдайдың мейірім шапаатын һәм қаталлығын көріп қой. Құдай сенімнен қайтқанларға қатал, бірақ сен оның мейірім шапаатіне садық қалсаң, ол да саған мейірім шапаатлі. Олай болмаса, сен де кесіліп тасланасың. Дегенменен, егер яһудилер де сенбеушілігін қойса, ағашқа және қайта жалғанады. Өйткені Құдай оларды қайтадан жалғап қоюға құдіретлі.
Жабайы зәйтүн ағашынан кесіліп алынған шақа болған, сен табиатқа қарсы түрде жақсы зәйтүн ағашына жалғандың. Солай екен, табиғи шақалардың өз ағашына қайтадан жалғануы бұннан да аңсатырақ. Туысқанларым, білгішсініп кетпеуіңіз үшін, сіздердің мына сырдан хабарсыз қалуыңызды қалемеймін. Басқа миллетлерден құтқарылатығылардың саны толмағанша, Израил халқының бір бөлегінің жүрегі тас болып қала береді. Бірақ ақырында бүткіл Израил құтқарылады. Мұқаддес жазуда былай делінген: Құдай иеміз былай дейді: құтқарушы Иерусалимнен келеді. Ол Яқыптың ұрпағы болған Израилларды құдайсызлықтан құтқарады. Олардың күнәларын кешіргенімде, менің оларменен дүзген келісімім ұсы болады. Қош хабарды қабыл етпегені себеплі Яхудилер Құдайға дұшпан болды. Бұл сіздердің пайдаңыз үшін қызмет етпекте. Дегенменен Құдай олардың ата-бабаларын таңлап алғанлықтан оларды сүйеді. Себебі Құдай өзінің сыйларын қайтарып алып, шақырығын бекарламайды. Сіздер бір уақытлары Құдайға бойсынбайтұғын едіңдер. Бірақ енді Яхудилер бойсынбағаны себеплі, сіздер Құдайдың мейірім шапаатіне ерістіңдер. Сол сияқлы Яхудилер әзір бойсынбай атырған болса да, сіздердің Құдайдың мейірім шапаатіне еріскеніңіз себеплі, олар да Құдайдың мейірім шапаатіне еріседі. Өйткені Құдай әмме адамларды олардың бойсынбайтұғын табиатына тұтқын қылып, оларға өз мейірім шапаатын көрсетті. О, Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең. Оның шешімлеріне ешкімнің ақылы жетпейді. Жолларын да ешкім ізетлеп шыға алмайды. Иеміздің ой пікірлерін кім біле алады? Кім оған мәслихатшы болған? Құдайдан қайтарып алу үшін кім оған алдын ала бір нәрсе берген? Себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан. Әммесі ол арқалы, һәм ол үшін бар болған. Оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Римлілерге жазылған хат, 12 бап. Солай етіп, әй туысқанларым, Құдайдың мейірім шапааты хақы сіздерге жалбарынаман. Өздеріңізді Құдайға ұнайтұғын мұқаддес һәм тірі құрбалық қылып, оған бағышлаңлар. Бұл сіздердің Құдай алдындағы лайықлы қызметіңіз болады. Бұл дүнияның адамларына еліклемеңдер. Ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтұғынын айырып білесілер. Құдайдың маған берген мейірімінен пайдаланып, әммеңізге айтып атырман. Өзіңізді шектен тыс жоғары бағаламаңлар. Керісінше, әрбір адам Құдайдың өзіне берген сеніміне қарай өзін лайықлы бағаласын. Өйткені денеміз бір болса да, мүшелеріміз көп, һәм мүшелеріміздің атқаратығын қызметі де әр түрлі. Сол сияқлы біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз, һәм өз ара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Құдайдың біздерге берген мейірімі бойынша, біздер әр түрлі рухи сыйларға иеміз. Кімнің пайына пайғамбаршылық ету сыйы тисе, ол сеніміне қарай пайғамбаршылық етсін. Қызмет ету тисе, қызмет етсін. Тәлім беру тисе, тәлім берсін. Ал кімнің пайына жұбаныш беру тисе, жұбаныш берсін. Үлестіруші болу тисе, шын кеуілден үлестірсін. Басшылық ету тисе, ғайратпенен басшылық етсін. Мейірім шапаат ету тисе, қуанышлы түрде мейірім шапаат көрсетсін. Сүйіспеншілігіңіз хақиқи болсын. Жамаллықтан қашып, жақсылыққа жабысып алыңлар.
Bir-biringizdi tuğusqanlıq sүйіспеншілік пенен шын жүректен сүйіңлер. Bir-biringizге өз ара hürmet көрсетуге тырысыңлар. Ынтаңыз пәсеймесін, еріншек болмаңлар, иемізге жалынлы рух пенен қызмет етіңлер. Үміт етіп, қуанып жасаңлар. Қиыншылықларда сабырлы болыңлар. Үзліксіз дуа етіңлер. Мұтажлікте жасап атырған сенушілер менен барыңызды бөлсіңлер. Меймандос болуға тырысыңлар. Сізлерді қудалайтығынлар үшін Құдайдан жақсылық тілеңлер. Қарғыс емес, ал жақсылық тілеңлер. Қуанып атырғанлар менен бірге қуанып, жылап атырғанлар менен бірге жылаңлар. Өз ара ауызбіршіліклі болыңлар. Менменлікке берілмей, басқалар пәс көретұғын адамлар менен қатынас жасаңлар. Өзлеріңізді басқалардан ақыллы санамаңлар. Ешкімнің жаманлығына жаманлық пенен жауап қайтармаңлар. Һәм менің ойы бойынша жақсы деп саналған іслерді іслеуге тырысыңлар. Егер мүмкін болса, қолыңыздан келгенше барлық адамлар менен татулықта жасаңлар. Сүйіклі туысқанларым, өзіңіз үшін өш алмаңлар. Ал бұны Құдайға тапсырыңлар. Себебі мұқаддес жазуда иеміз былай дейді: Өш алу менің қолымда. Сазайын өзім беремен. Керісінше, Дұшпаның аш болса, оны тойдыр. Шөллеген болса, су бер. Сен ұсылай іслесең, оны ұятқа қалдырасаң. жаманлықтан жеңілме, ал жаманлықты жақсылық пенен жең. Римлілерге жазылған хат. 13-ші бап. Әрбір адам басқарушы хүкіметке бойсынсын. Өйткені Құдайдан болмаған ешқандай хүкімет жоқ. Бар болған хүкіметлердің әммесі де Құдай тарапынан орнатылған. Сондықтан хүкіметке қарсы шыққан адам Құдай орнатқан тәртіпке қарсы шыққан болады. Бұндай адамлар жазаға ұшырайды. Себебі басшылардан жақсылық іслеушілер емес, ал жаманлық іслеушілер қорқады. Басшылардан қорқпауды қалайсың бе? Онда жақсылық ісле. Сонда сен басшының мақтауына ерсесең. Басшы сенің пайдаң үшін минет ететұғын Құдайдың қызметшісі. Бірақ, егер сен жаманлық іслейтұғын болсаң, қорқ. Өйткені ол қылышты бекарға көтеріп жүрген жоқ. Ол Құдайдың қызметшісі болып, жаманлық іслеушіні Құдайдың ғазебі менен жазалайды. Сондықтан тек Құдайдың ғазебінен қорққанлықтан емес, ал хүжданың бойынша да бойсынуың тиіс. Сіздердің салық төлеуіңіздің себебі де осы. Себебі салық жинауға билігі бар адамлар да өз ісіменен бар құлы бәнд болып Құдайға қызмет етеді. Солай етіп, әркімге тиісісін беріңлер. Салық жинаушыға салық, бажы жинаушыға бажы беріңлер. Һәм қорқуға лайық адамнан қорқып, hürmetке лайық адамға hürmet көрсетіңдер. Ешкімге қарыздар болмаңлар. Ешқашан толық өтеп болмайтұғын қарыз болған. Бір-біреуді сүйуді тоқтатпаңлар. Өйткені басқаларды сүйген адам мұқаддес низамды орынлаған болады. Неке адаллығын бұзба. Адам өлтірме. Ұрлық іслеме. Басқаның мүлкін күсеме. Деген бұйрықлар һәм қалған барлық бұйрықлар мына сөздерде жәмленген. Өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй. Жанындағы адамды сүйетұғын оған жамалық іслемейді. Сондықтан басқаларды сүю бұл мұқаддес низамды орынлау демек. Әзіргі заманның қандай екенін біліп, ұсыны орынлаңлар. Енді сіздердің ұйқыдан оянатұғын уақытыңыз келді. Себебі біздердің құтқарылуымыз біздер ісенген дәслепкі уақытларға қарағанда әзір жақынырақ. Түн өтіп, күндіз жақынлады. Сондықтан қараңғылықтың іслерін таслап, нұрдың сауыт құралларын тағып алайық. Айшы әшіретке һәм мәскүнемлікке, харамлылыққа һәм бұзықшылыққа,
janjal ham kunchilikka berilmayik. Kunduzga jarasatug'un adepli өмір сүрейік. Iyemiz İsa Masih'tin sizlerді басқаруына жол қойыңлар. Hem günahkar tabiatınızın жаман қалеулеріне бойсынбаңлар. Римлілерге жазылған қат. 14-ші бап. Сенімі хәлсіз адамды оның пікірлері хақында тартыспай қабыл етіңдер. Мысалы, біреу әмме нәрсені жеуге болады деп сенеді. Ал сенімі хәлсіз болған тек палыз өнімдерін ғана жейді. Әмме нәрсені жейтұғын адам, жемейтұғын адамды пәс көрмесін. Айрым нәрселерді жемейтұғын адам, жейтұғын адамды хүкім етпесін. Өйткені Құдай екеуін де қабыл еткен. Басқаның қызметшісін хүкім ететұғындай, сен кімсің? Қызметші өз қожайынның алдында тұрады, ямаса жығылады. Ол аяққа тұрғызылады. Себебі оны аяққа тұрғызуға иеміздің құдіреті жетеді. Және де, біреу бір күнді басқа күннен ахметлірек деп санайды. Ал басқа біреу үшін әмме күн бірдей. Әрбір адам өз көз қарасында толық сенімге ие болсын. Күнлерді айрықша қылып белгілейтұғын оларды иеміз үшін белгілейді. Ал әмме нәрсетін жейтұғын адам Құдайға шүкірлік етіп, оларды иеміз үшін жейді. Айрым нәрселерді жемейтұғын адам да иеміз үшін жемейді, һәм Құдайға шүкірлік етеді. Өйткені еш біріміз тек өзіміз үшін жасамаймыз, һәм еш біріміз де тек өзіміз үшін өлмейміз. Жасасақ, иеміз үшін жасаймыз, өлсек те иеміз үшін өлеміз. Солай етіп, жасасақ та, өлсек те иемізге тиісліміз. Осы мақсатта Масих өліп, өлімнен қайта тірілді. Сондықтан ол өлілердің де, тірілердің де иесі болды. Олай болса, сен неге туысқаныңды хүкім етесің? Неге туысқаныңды пәс көресің? Әммемізде Құдайдың хүкім күрсісі алдында жауап береміз ғо. Мұқаддес жазуда иеміз былай дейді. Тірілігім хақы ант ішемін. Hər bir адам менің алдымда тізе бүгеді. Hər bir адам менің Құдай екенімді ашық тән алады. Солай етіп, әрбір адам өзі үшін өзі Құдай алдында жауап береді. Сондықтан бұннан былай бір-бірімізді хүкім етпейік. Керісінше, туысқаныңызды азғыруға салмауға һәм оның сеніміне зиян келтірмеуге тырысыңлар. Иеміз Исаға тиіслі бір адам сипатында мынаны білемен, һәм анық сенемен. Ешбір нәрсе өзлігінен харам емес, бірақ бір нәрсені харам деп есаплаған адам үшін сол нәрсе харам болады. Егер туысқаның сен жейтұғын нәрсе себеплі қапа болса, онда сен сүйіспеншілікпенен іс тұтып атырған жоқсаң. Жейтұғын нәрсең менен оның сенімін набыт қылма. Себебі Масих бұл адам ұшында өлген ғо. Сіздер жақсы деп есаплаған нәрсеге сөз келмесін. Өйткені Құдайдың патшалығы жейтұғын һәм ішетұғын нәрселерден ібарат емес. Ал хақлық, тынышлық һәм мұқаддес рух беретұғын қуаныштан ібарат. Масихқа ұсы жол менен қызмет ететұғын адам Құдайға ұнайды, һәм ол адамлардың мақтауына ылайық. Солай етіп, өздерімізді тынышлық алып келетұғын, һәм өз ара рухи күш беретұғын іслерге бағышлайық. Жейтұғын нәрсе себеплі Құдайдың іслерін бұзба. Жейтұғын әмме нәрсе хадал, бірақ жейтұғын нәрсесі арқалы басқа адамды азғыруға салған, жаман іс қылған болады. Өш жеуің, арақ шарап ішуің, ямаса басқа бір нәрсе істеуің, туысқаныңды азғыруға салатұғын болса, онда бұндай іслерді істемегенің дұрыс. Бұлар бойынша сеніміңді өзің менен Құдайдың арасында сақла.
өзі дұрыс деп есаплайтығын істі істегені үшін өзін айыпламайтығын адам қандай бақытлы. Бірақ екіленіп жейтұғын адам хүкім етіледі. Себебі ол бұны сенім менен істемеген болады. Ал сенім менен істенбеген әр бір іс күнә. Римлілерге жазылған хат 15 бап. Сенімі күшлі болған біздер тек өзіміздің мәпімізді ойламай, сенімі хәлсіз болғанлардың хәлсізліклерін көтерісуге парызлымыз. Әр біріміз жанымыздағы адамға рухи күш беру үшін, ол үшін жақсы болған нәрсені көздеп, оның мәпін ойлайық. Өйткені Масих та өзінің мәпін ойламады. Мұқаддес жазуда айтылғандай, саған тіл тигізгенлердің жаман сөздері маған тиді. Бұрын мұқаддес жазуларда айтылғанлардың әммесі де біздерге тәлім беру үшін жазылған. Солай етіп, біздер олар арқалы сабырлылық һәм жұбаныш тауып, үміт пенен жасай аламыз. Сабырлылық һәм жұбаныштың тикары болған Құдайдың өзі сіздердің Масих Исадан өрнек алып, ауызбіршілік пенен жасауыңызға жәрдем етсін. Солай етіп, сіздер иеміз Иса Масихтың әкесі болған Құдайды біргелікте һәм бір ауыздан алғыслайсызлар. Сондықтан Құдайдың алғыслануы үшін Масих сіздерді қабыл еткеніндей, сіздер де бір-біріңізді қабыл етіңдер. Себебі менің айтатығыным мынау: Құдайдың яһудилердің ата-бабаларына берген уәдесін әмелге асырып, оның садық екенін көрсету үшін Масих яһудилердің қызметшісі болды. Масих бұны Мұқаддес жазуда сені басқа миллетлер арасында алғыслайман, һәм сенің атыңды жырлайман деп айтылғандай, басқа миллетлердің де Құдайдың мейірім шәпәатіне ерісіп, Құдайды алғыслауы үшін іследі. Мұқаддес жазуда және де: ей басқа миллетлер, Құдайдың халқы менен бірге шадланыңлар делінген. Тағы да былай делінген: ей барлық басқа миллетлер, Құдай иемізді алғыслаңлар, әмме халқлар оны мақтаңлар. Ишая пайғамбар да былай дейді: Ишайдың ұрпағынан бірі келіп, басқа миллетлерді басқарады. Олар оннан үміт етіп жасайды. Үміттің тикары болған Құдай мұқаддес рухтың күші менен үмітке толып тасуыңыз үшін кеуіллеріңізді сеніміңіз арқалы қуаныш һәм тынышлыққа толтырсын. Туысқанларым, ал енді сіздерге келсек, сіздердің жақсылыққа толы һәм әр түрлі білімге бай екеніңізге, әсіресе бір-біріңізге ақыл насият бере алатығыныңызға мен толық сенемен. Бірақ Құдайдың маған берген мейірімі менен сіздерге еслетіп қою үшін бұл хаттың айырым жерлерін батыллық пенен жаздым. Мен Құдайдың ұсы мейірімі менен басқа миллетлер үшін Масих Исаның қызметшісі болдым. Басқа миллетлер мұқаддес рух пенен мұқаддес қылынып, Құдайға ұнайтығын сый болу үшін мен Құдайдың қош хабарын бір рухани сипатында жариялап атырман. Сондықтан мен Масих Исаға тиесілі болып, Құдайға деген қызметім менен мақтана аламан. Масих менің бірге болып, басқа миллетлердің Құдайға бойсынуы үшін сөзлерім һәм іс-әрекетлерім арқалы істегенлерінен басқа еш нәрсе хақында айтуға батылым жетпейді. Бұл іслер караматлы белгілердің һәм таң қаларлық нәрселердің күші менен және де мұқаддес рухтың құдіреті менен ісленді. Солай етіп, мен Иерусалимнен баслап Иллирик өлкесіне дейін аралап,
Masихтің қош хабарын әмме жерге жарияладым. Басқа бір адамның салған тырнақ тасының үстіне имарат құрмайын деп. Мен қош хабарды Масихтің атын елі есітпеген жерлерде жариялауға тырыстым. Мұқаддес жазуда айтылғандай, оннан хабарсыз болғанлар көреді, есітпегенлер түсінеді. Міне, осы себеп жаныңызға баруыма маған көп мәртебе іркініш жасады. Енді болса, бұл жерлерде мен іслейтіғын еш нәрсе қалмады. Және де, мен қанша жыллардан бері сіздерге баруды арзу еткенім себеплі, Испанияға қарай жолға шықсам, сіздерге бармақшыман. Өтіп баратырғанымда алды менен сіздерді көріп, біраз дидарыңызға тойғанымнан соң, маған жәрдем етіп, сол жаққа шығарып саласыз, деген үміттемен. Ал әзір болса, мен Иерусалимге барып, сол жердегі сенушілерге жәрдем бермекшімен. Өйткені Македония менен Ахаядағы сенушілер, Иерусалимдегі сенушілер арасындағы мүтәжілікте жасайтығынлар үшін ақшалай жәрдем етуді мақұл көрді. Ауа, мақұл көрді. Олар хақиқаттан да Иерусалимдегі сенушілер алдында қарыздар. Себебі өздері қош хабар арқалы алған рухи жарылқауларды Яхуди сенушілері басқа миллетлер менен бөліскенліктен, басқа миллет сенушілері де оларға ақшалай жәрдем беріп, қызмет етуге парызлы. Солай етіп, жиналған ғарежетті оларға жеткізіп, осы істі орылағанымнан соң, жол жөнекей сіздер менен дидар көрісіп, Испанияға кетемен. Жаныңызға барғанымда, сіздерге Масихтың толық жарылқауын апаратығынымды білемен. Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың аты менен һәм мұқаддес рухтың сүйіспеншілігі менен сіздерге жалбарынаман. Менің менен бірге Құдайға дуа етіп, мен үшін бар жігеріңіз бенен сораңлар. Яхудиядағы сенбейтұғын адамлардан құтылуым үшін һәм Иерусалимдегі қызметімді сол жердегі сенушілер қуаныш пенен қабыл алуы үшін дуа етіңдер. Және де, Құдай қалесе, мен сіздердің жаныңызға қуаныш пенен барып, сіздер менен бірге кеулімді қошлауым үшін да сораңлар. Тынышлық беруші Құдайдың өзі әммеңізге яр болсын. Аумин. Римлілерге жазылған хат, 16 бап. Кенхреядағы сенушілер жәмәтінің қызметшісі болған Фиба апамызды сіздерге тапсыраман. Оны мұқаддеслерге мүнәсіп түрде иеміздің аты менен қабыл қылыңлар. Және де, оның қандай мүтәжілігі болса да, жәрдем етіңдер. Өйткені ол да көп адамларға, соның ішінде маған жәрдемші болды. Менің менен бірге Масих Исаға қызмет етуші Прискила һәм Акилаға сәлем айтыңлар. Олар менің жаным үшін өз өмірін қауіп астына қойды. Бұның үшін тек мен емес, ал басқа миллетлердің әмме сенуші жәмәтлері де оларға миннеттар. Олардың үйіндегі сенушілер жәмәтіне де сәлем айтыңлар. Азия өлкесінен бірінші болып Исаға сенген сүйіклі туысқаным Епенетусқа сәлем айтыңлар. Сіздер үшін көп минет еткен Мәриямға сәлем айтыңлар. Масихтың елшілері арасында абырайлы болған, меннен бұрын Масихқа сенген ағайынлерім һәм қамақта бірге болған достарым Андроник пенен Юнияға сәлем айтыңлар. Иемізге тиісілі болған сүйіклі туысқаным Амплиатусқа сәлем айтыңлар. Біздер менен бірге Масихқа қызмет ететұғын Урбанусқа һәм сүйіклі туысқаным Стахияға сәлем айтыңлар. Сынақтан өтіп, Масихқа лайықлы деп табылған Апеллисқа сәлем айтыңлар. Аристобулдың үй ішіне сәлем айтыңлар.
Ағайыным Эродионға сәлем айтыңлар. Наркистің үй ішіндегі иемізге тиесілі болғанларға сәлем айтыңлар. Иеміздің қызметінде минет етіп атырған хаяллар Трефин һәм Трефосқа сәлем айтыңлар. Иемізге қызмет ету жолында көп минет еткен хаял сүйіклі туысқаным Персиске сәлем айтыңлар. Иеміз тарапынан таңлап алынған Руфусқа һәм мен үшін анамдай болған оның анасына сәлем айтыңлар. Асинкрит, Флегон, Гермес, Патровас, Гермас һәм олардың жанындағы туысқаларға сәлем айтыңлар. Филологус һәм Юлияға, Нерей һәм оның қарындасына, Олимпасқа һәм олардың жанындағы барлық сенушілерге сәлем айтыңлар. Бір-біріңізді мұқаддес поса менен сүйіп сәлемлесіңдер. Масихқа тиесілі болған һәмме жәмәәтлер сізлерге сәлем айтып атыр. Туысқанларым, сізлерге жалбарынаман. Өзлеріңізге үйретілген талиматқа қарсы шығып, алауыздық һәм азғыру алып келетін адамдардан сақ болып, олардан аулақ жүріңдер. Себебі бұндай адамдар иеміз Масихқа емес, ал өз қарыларына қызмет етеді. Олар сада адамларды майлы тіл һәм жағымпазлық сөздері менен алдайды. Сізлердің Құдайға бойсынып жасайтығыныңыз һәммеге мәлім болды. Мен сол себептен қуанышлыман, һәм сізлердің жақсылық істеуде дана болуыңызды, ал жаманлық істеуде сада болуыңызды қалеймін. Тынышлық беруші Құдайдың өзі жақын арада шайтанды аяқларыңыздың астында езіп таслайды. Иеміз Исаның мейірімі сіздерге яр болсын. Менің бірге қызмет етуші Тимофей, ағайынлерім Луки, Ясон һәм Сосипатер сізлерге сәлем айтып атыр. Бұл хатты Павелдің аузынан жазып отырған мен, Тертиде, сенуші туысқаның сыпатында сізлерге сәлем жоллаймын. Мен үшін һәм бүткіл сенушілер жәмәәті үшін өз үйінен орын берген Гайус сізлерге сәлем айтып атыр. Және де қала қазнашысы Ерастус һәм туысқанымыз Куартус сізлерге сәлем айтып атыр. Мен жариялап жүрген Иса Масих хақында қош хабар арқалы, яғни өзі әйемгі уақытлардан бері құпия тұтқан сырын ашуы арқалы Құдай сізлердің сеніміңізді беккемлейтұғын құдіретке ие. Осы сыр пайғамбарлардың жазулары арқалы әзір ашылып, мәңгі жасайтұғын Құдайдың бұйрығы бойынша барлық миллетлерге мәлім етілді. Бұл барлық миллетлердің Құдайға сеніп, оған бойсынып жасауы үшін болды. Жалғыз һәм дана Құдайға Иса Масих арқалы мәңгіге даңқ болсын. Аумин.